Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қонақтар. Біріншіден, Сырдария университетінің білім беру, ғылыми зерттеу және қаржылық экономикалық қызметі бойынша онлайн режимде өтіп жатқан қоғаммен кездесуіне қатысып отырған сіздерге және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне алғыс айтамын. Қатысушылардың тізіміне қарап отырсақ, мына жерде мектеп директорлары, Жаңа Жетісай, Жетісай Республикалық қоғамдық саяси газетінің қызметкерлері, Мақтарал және Жетісай аудандық адами әлеуетті дамыту басқармасының қызметкерлері қатысып отыр екен. Сіздерге уақыт бөліп кездесуге қатысып отқандарыңызға рахмет айтамын. Ширек ғасырлық тарихы бар Сырдария университеті еліміздің оңтүстік қиырында Өзбекстан мемлекетімен шекаралас жатқан Мырзашөл өңірін өркениетті, мәдениетті аймаққа айналдырып отырған оқу ордасы. Университет институционалды және мамандандырылған халықаралық аккредитациядан өткен. 2020 жылдың желтоқсанында 19 білім беру бағдарламасы білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігінен 5 жылға халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтті. Әрине, бұл ұжым үшін қуанышты жағдай. 2020 жылы аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі жүргізген топ 20 бас рейтингінде Сырдария университеті жоғары оқу орындары арасында 17-ші орын иеленді. Университеттің 5 оқу ғимараты, 2 жабық, 1 ашық спорт алаңдары, 5 оқу залы, 500 орындық Қазақстан студенттер сарайы, студенттер үйі, 5 ғылыми орталығы бар. Инновациялық ғылыми зерттеу орталығында органикалық және жоғары молекулалық қосылыстар, биорганикалық және аналитикалық химия, физикалық химиялық зерттеулер, биология, бактериология зертханалары заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Биология білім беру бағдарламасының студенттері ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге және өндірістік іс-тәжірибеден өтуге арналған жылыжай жұмыс жасайды. Жаңа дәуір талабына орай университеттің материалдық техникалық базасы 16 компьютерлік аудитория, 25 интербелсенді тақта, 14 смарт тақта мен 25 мультимедиялық проектор, 5 бейнеконференц залдармен қамтамасыз етілген. Сайрам ауданы Құтарыс елді мекеніндегі 47 гектар жер телімінде Сырдария университетінің іс-тәжірибелік және ғылыми инновациялық ізденістер орталығында биология, география, химия биология, география тарих, көркем еңбек және сызу, дене шынықтыру мұғалімдерін дайындау, білім беру бағдарламаларының студенттері дала, оқу зертханалық практикаларын және дала жиындарынан өтеді. Сырдария университетінің серіктесі Сбербанк Ресей қаржылық демеушілігімен 1 гектар жер телімінде 7 қабатты заманауи бас оқу ғимаратын салу жұмысы басталды. Жоба құны 760 миллион теңге, сыйымдылығы 1500 орын. Барс спорт кешені жоба құны 404 миллион теңге, сыйымдылығы бір уақытта 160 адам жаттыға алады. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан нысана. Құрылыс жұмысы 2019 жылы қыркүйек айында басталды, 2021 жылдың тамыз айында қолданысқа беру жоспарлануда. Университет мұражайы білім нысанының басты рухани тарихи құндылығы. Ұлттық құндылықтарды тарихи мазмұнда жинақтаған университет мұражайы 2016 жылы Түркістан облыстық туристік маршрутына енді. Университетте қазіргі уақытта 27 бакалавриат және 6 магистратура білім беру бағдарламалары бойынша мамандар дайындайды. Университетте қызмет атқаратын профессор-оқытушылардың әлеуеті жылдан жылға жоғарылауда. Қазіргі уақытта 166 профессор-оқытушы жұмыс атқарады. Оның ішінде 13 ғылым докторы, 63 ғылым кандидаты, 6 философия докторы, 73 ғылым магистры. Жалпы
ғылыми әлеуеті 50%-ды құрайды. 2020-2021 оқу жылында Сырдария университетінде 3917 студент білім алуда, оның ішінде күндізгі бөлімде 3127, кешкі бөлімде 327, сыртқы бөлімде 259, магистратурада 204 білім алушы бар. Сырдария университетінде 586 шетелдік білім алушы бар, оның ішінде күндізгі бөлімде 576, сыртқы бөлімде 7, 3 білім алушы кешкі бөлімде оқиды. Сырдария университетінде студенттерімізге түрлі деңгейде жеңілдіктер беріліп тұрылады. Оның ішінде бір студентке 15%, 12 студентке 20%, 6 студентке 50%, 3 студентке 100%-дық университет гранты бөлінген. Демек, 22 студентке түрлі деңгейдегі жеңілдіктер университет гранты қарастырылған. Сырдария университеті Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2021 жылғы 14 қаңтардағы нөмір 15 бұйрығына сәйкес оқу үрдісін көктемгі семестрде аралас форматта ұйымдастыруда. Демек, бірінші курс студенттері үшін оқудың барлық бағыттары бойынша аралас форматта ұйымдастырылуда. Демек, лекциялар онлайн форматында, ал семинар, зертханалық практикалық сабақтар дәстүрлі форматта өтуде. Сонымен қатар екінші, үшінші курстар студенттері негізінен қашықтан оқуда, ал дене шынықтыру мұғалімдерін дайындау, дизайн, биология білім беру бағдарламаларының студенттері аралас форматта сабақ өтуде. Университетте карантин ережесі қатаң сақталуда. Ғимараттарда дезинфекциялық туннель, санитайзер, дезинфекциялық төсеніштер, антисептиктер қамтамасыз етілген. Оқу ғимараттарының ішінде студенттер, профессор оқытушылар құрамы міндетті түрде маска тағып жүреді. Білім алушылар аудиторияда, жатақханада, бөлмелерде 50%-дық толымдылық ережесі сақталып орналастыруда. Келесі кестеде 2018-2019 және 2019-2020 жылдардағы Сырдария университетінің бітірушілері туралы мәліметтер көрсетілген. Бірінші жылы 706 студент бітіріп шыққан екен, оның 80%-ы жұмысқа орналасқан. 2019-2020 жылда 832 білім алушы бітіріп шыққан, 79%-ы жұмысқа орналасқан. Университетте студенттердің жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету мақсатында арнайы бөлім бар. Сол бөлімнің қызметкерлері бітірушілерге жұмысқа орналасудың тәртібін үйретеді, жолдарын көрсетеді. Біздің студенттеріміз жастар практикасы, дипломмен ауылға бағдарламалар арқылы жұмысқа орналасуда. Және бөлім қызметкерлері бітірушілерге жұмысқа орналасудың жолдарын бос орындар жәрмеңкесімен таныстырады. Сырдария университетінде түлектер қауымдастығы жұмыс істейді. Бұл қауымдастыққа Сырдария университетін бітірген түлектеріміз мүше болып табылады. Қауымдастықтың төрағасы Сапаров Жандос Сұлтанбайұлы, Алпамыс Батыр мектебінің директоры түлегіміз басшылық жасайды. Біздің түлектеріміз университетпен тығыз қарым-қатынаста, олар біздің студенттеріміз практика барған кезде қамқорлық жасап, жұмыс беруші ретінде көмегін тигізеді және университеттің білім беру бағдарламаларын дайындауда, олардың өзектендіруде өз көмектерін көрсетеді. Біз түлектерімізбен мақтанамыз. Университетте білім беру жұмысымен қатар тәрбие жұмыстары қатар атқарылады. Тәрбие жұмысымен университеттің тәрбие жөніндегі проректоры, факультет декандары, топ тәлімгерлері және жастар бөлімі айналысады. Былтырғы жылы Ұлы Абайдың 175 жылдығы, сонымен қатар Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы аталып өткенін білесіздер. Осы мерейтой аясында университетте бірқатар іс-шаралар өткерілді. Мен бұл жұмыстарға тоқталмай қояйын. Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мақсатында бірқатар іс-шаралар өткеріліп тұрады. 19 қараша 2020 жылы халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне арналған іс-шара өтті. Бұл іс-шараға Жетісай аудандық сотының төрағасы Шындалиев Арман Жабайұлы, сонымен қатар Жетісай ауданының прокуроры Әлжанов Мұхтар Сауытұлы қатысты. Университетте 12 кафедра бар, 12 кафедра ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Мына кестеде кафедралардың ғылыми зерттеу жұмыстарының бағыты көрсетілген. Университет ғалымдары, ұстаздары осы бағыттардың көлемінде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижелерін оқулық,
монография, мақала түрінде жариялап отырады. Университетте 4 ғылыми жоба бар. Мына кестеде сол жобалардың аты және көлемі, қаржы көлемі көрсетілген. Жеке кәсіп орындармен жасалынған келісім шарттар. Университетке шетелден ғалымдар шақырылып отырады. 2020 жылы Испаниядан Валенсия политехникалық университетінен, сонымен қатар Қырғызстан Республикасының Арабаев атындағы университетінен 2 ғалым келіп, біздің студенттерімізге дәріс оқыған. Сонымен қатар отандық, қазақстандық ғалымдар университетке шақырылып, студенттерге дәріс оқытылады. Мына кестеде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3 ғалымының университетке келіп, студенттермен дәріс оқығандығы туралы мағлұматты көріп отырсыздар. Университет ұстаздары шетелдік жоғарғы оқу орындарына барып тағылымдамадан өтеді. Демек, 2020 жылы Әбенова Ләззат Усманқызы, Тоқмырзаев Бақыт Салманұлы сынды біздің ұстаздарымыз Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетіне барып тағылымдамадан өткен. Сырдария университетінің студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шетелдік, сонымен қатар отандық жоғарғы оқу орындарына 1 семестрға оқуға жіберіліп отырады. Демек, мына кестеде Сырдария университетінің 3 студенті Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне 1 семестрға академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға жіберілген. Сондай-ақ Сырдария университетіне басқа отандық жоғарғы оқу орындарынан келіп, білім алмасу бағдарламасымен келетін студенттер бар. Демек, мына кестеден біз Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 1 студентінің, сонымен қатар Силхой халықаралық университетінің 2 студентінің Сырдария университетіне келіп, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар Сырдария университетінің магистранттары да академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға жіберіліп тұрады. Демек, Силхой халықаралық университетіне 5 студентіміз академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жіберілген. Университет ғалымдары ғылыми жұмыстарын, университет ұстаздары ғылыми жұмыстарына, ғылыми жобаларына патент, авторлық куәлік алып тұрады. Демек, біздің мына кестеден Абдуразова, Абдукадырова, Қозыбай, Тасыбай, Небесаева сынды ұстаздарымыз өздерінің ғылыми еңбектеріне патент, авторлық куәлік алғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар Небесаева, Абдуразова, Мұсабекова сынды ұстаздарымызда патент, авторлық куәліктер алған. Университетте жас ғалымдар кеңесі жұмыс істейді. Жас ғалымдарға негізінен 29 жасқа дейінгі жас ғалымдар мүше болып табылады. Біздің университеттің ғалымдарының негізі жастар. Сондықтан мына кестеден біз университет жастарының ғылыми жарияланымдары туралы мағлұмат көріп отырмыз. Студенттеріміз республикалық, сонымен қатар халықаралық пәндік олимпиадаларға қатысып отырады. Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін дайындау білім беру бағдарламасының студенттері республикалық пәндік олимпиадада 1-ші орын иеленген. Химия, биология білім беру бағдарламасының студенттері халықаралық олимпиадада 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталған. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін дайындау мамандығының студенттері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өткен пәндік олимпиадада 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталған. Сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының студенттері халықаралық олимпиадада 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталған. Физика мұғалімдерін дайындау білім беру бағдарламасының студенттері Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде өткен пәндік олимпиадада 2-ші дәрежелі дипломға ие болған. Тарих мұғалімдерін дайындау, химия мұғалімдерін дайындау, география мұғалімдерін дайындау мамандықтарының студенттері сертификаттарға ие болған. 2020-2021 оқу жылындағы қысқы сессия нәтижелеріне тоқтайтылатын болсақ, университет бойынша 2687 білім алушы сессияны тапсыру тиіс болатын. Осы студенттердің 2438 білім алушы сессияны толық аяқтады, демек 97%-ді құрайды. Ал 249 білім алушы сессиядан қарыз 9,3%-ді құрайды. Факультеттер бойынша үлгерімге келетін болсақ, филология және гуманитарлық білім факультетінің студенттерінің көрсеткіші 93%, жаратылыстану факультетінің студенттерінің көрсеткіші 92%, заңтану экономика факультетінің студенттерінің көрсеткіші 92%, өнер факультетінің студенттерінің көрсеткіші 89%,
дене тәрбиеші және спорт факультетінің студенттері 86% көрсеткішті көрсеткен. Мына кестеде курстар бойынша үлгерімді көрсеткен, мен бұған тоқталмай қояйын. Білім алушылардың абсолюттік үлгерімі, демек 2 алмай өткен студенттердің үлесі кіреді. Демек химия білім беру бағдарламасында 11 студент бар екен, оның 11-де сессияны дұрыс тапсырған, 100% құрап отыр. Ал одан төмен кестеде төмендеп жатырғанын байқап отырсыздар. Дене шынықтыру мұғалімдерін дайындау мамандығының студенттерінің абсолютті үлгерімі 86% құраған, жалпы университет бойынша абсолютті үлгерім 97% құрап отыр. Келесі слайдта студенттердің сапалық үлгерімі көрсетілген. Демек, сапалық үлгерім ол 4 пен 5-ке тапсырған студенттердің үлесі. Демек, химия білім беру бағдарламасында 11 студент бар екен, оның 11-де сессияны 4 пен 5-ке тапсырған, демек 100% құрап отыр сапалық көрсеткіш. Міне одан төмен қарай кестеде сапалық көрсеткіштің төмендеп жатқанын көріп отырсыздар. Университет бойынша сапалық көрсеткіш 74% құрайды. Демек, 2687 студенттің 2438-і сессияны 4 пен 5-ке тапсырған. Демек, бұл жаман көрсеткіш емес. Жоғарыда айтып өттік, 249 студент сессиядан қарыз деп, оның 199-ы, демек 80%-ы сессиядан 2 алған. 7 студент, демек 3% студент сессияға келмеген. 43 студент төлемақы бойынша сессияға жіберілмеген. Өткен оқу жылымен қысқы сессия нәтижелерін салыстыратын болсақ, былтырғы жылы абсолютті үлгерім 89% болған, сапалық көрсеткіш 72%, ал биылғы оқу жылында абсолютті үлгерім 90%, сапалық көрсеткіш 74% құрап отыр. Жалпы сессияны студенттердің жақсы тапсырғандығын атап өтуіміз керек. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, өздеріңіз білетіндей, Сырдария университеті қиыр оңтүстіктің рухани байлығы, білім мен ғылымның құрастырушы ордасы. Ал университет студенттері осы аймақта тұратын халықтың ең белсенді бөлігі, қозғаушы тірек екенін білесіздер. Құрметті әріптестер, қонақтар, менің баяндамам аяқталды. Сұрақ, жауап, ұсыныс пікір кезегіне кезек береміз. Ашық микрофон режимі, сұрақ қойыңыздар. Барлығына түсінікті. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері отыр, мектеп директорлары көріп отырмыз мерде. Жетісай аудандық және Мақтаарал аудандық білім бөлімдері. Біріншіден қатысқандарыңызға рахмет. Ал сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, қатысқандарыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсылықта, аманшылықта кездесейік. Сау болыңыздар. Рахмет.